адамзаттың өркендеу жолында қай кезеңде де білім беру қызметі басты назарда тұрады. Бүгінде сапалы білім мен саналы тәрбие алған оқушыны қалыптастыру мұғалімнің басты міндетіне айналып отыр. Мен, Имашева Айжан Жомартханқызы, осы міндет жолында өз кәсіби қызметімді цифрлық сауаттылық пәні мұғалімі ретінде Шу ауданы Қонаев ауылы Төле би орта мектебінде шыңдап келемін. Әрбір бала бір жұлдыз жарқырауға жәрдем беріп ұстану миссиясы саналатын мектепте қызмет еткендіктен өз тәжірибеме үлкен жауапкершілікпен әрі жан-жақты қарауға тырысамын. Цифрлы сауаттылық оқулығы пәнін оқытудағы менің мақсатым тәуелсіз Қазақстанның экономикасының өркендеп өсуіне үлес қосатын цифрлы Қазақстан бағдарламасын жүзеге асыру үшін болашақ ұрпақтарымыздың жан-жақты дамыған интернет желісіндегі жұмыс, ақпарат алмасу, жоба жасай білуге машықтандыру. Мен әдістемелік бірлестіктің қолдауымен жас маман сайысына қатысып, МИФ бірлестігінің намысын қорғаймын деп шештім. Өң бойына, өз ісіне, шәкіртіне деген сүйіспеншілікті жинақтай алса, ол нағыз ұстаз деп ағартушы Лев Толстой айтқандай, алдағы уақытта да шәкірттерімді білім нәрімен сусындатып, мұғалім деген жауапты, соған қарамастан абыройлы мамандықтың қыр-сырын игеріп, нағыз ұстаз атануға қызмет етуді қалаймын. Себебі ұстаздық менің таңдауым, болашақ ізденіс жолы.